Айдаһарлар тек ертегілерде ғана бар дейсіз бе? Ал Қытайдың ежелгі қолжазбаларында бұл құбыжықтар жай ғана миф емес, нақты тіршілік иелері ретінде сипатталған. Олар аспанда ұшып, өзендер мен көлдерде өмір сүріп, тіпті кейбір императорларға қызмет еткен екен. Бірақ мұның бәрі жай аңыз ба, әлде расымен де біз білмейтін бір шындық бар ма? Айдаһарлар миф пе, әлде шындық па? Қытайдың мыңдаған жылдық тарихында айдаһарлар тек мәдени символ ғана емес, көзбен көрген адамдардың жазбаларында да кездеседі. Бір қызығы, бұл аңыздар әртүрлі дәуірде, әртүрлі аймақта жазылған, бірақ бәрінде бірдей сипатталады. Ұзын денелі, жылан сияқты, бірақ аяқтары бар, үлкен тырнақтары және от шашатын аузы бар. Бірақ бір қызық дерек бар. Қытайдағы мыңдаған жылдық қолжазбаларда аспаннан түскен отты айдаһарлар туралы жиі айтылады. Олар көбінесе соғыстар мен патшалардың ауысуы кезінде пайда болған. Тіпті бір деректе ежелгі әскери жорық кезінде үлкен айдаһар патшаның алдында пайда болып, қарсылас әскерді үрейлендіріп жібергені жазылған. Айдаһарлар су астында өмір сүрген бе? Көптеген қытайлық аңыздарда айдаһарлар теңіздер мен өзендердің астында өмір сүргені айтылады. Кейбір балықшылар алып, жұмбақ денелі тіршілік иесін көргенін айтқан. Оны сипаттағанда қазіргі қолтырауынға да, жыланға да ұқсамайтын құбыжық болған. Бұған дәлел ретінде 20 ғасырда Қытайдың бір өзенінен ұзындығы 25 метр болатын белгісіз су жәндігінің қаңқасы табылған. Ғалымдар оны зерттеді, бірақ ешқандай белгілі су жануарына жатқыза алмады. Бұл шынымен де айдаһардың қалдығы ма? Айдаһарлар ежелгі заманның ұшатын аппараттары ма? Айдаһарлар туралы ең қызықты теория, олар ежелгі заманның технологиялары болуы мүмкін. Кейбір ғалымдар ежелгі адамдарға ұшатын айдаһарлар деп көрінген нәрсе, бәлкім бөгде өркениеттің аппараттары болуы мүмкін деп есептейді. Қытайдың көне өнер туындыларында аспанда қалықтаған, от шашқан ұзын денелі тіршілік иелері жиі бейнеленген. Бұл не? Аңыз ба, әлде ұшатын белгісіз құрылғылар ма? Айдаһарлармен кездескендер әлі бар ма? Кейбір ауылдық аймақтарда жергілікті тұрғындар әлі күнге дейін үлкен, белгісіз тіршілік иелерін көретінін айтады. Бірақ оларды суретке түсірген ешкім жоқ. Ал 2017 жылы Қытайдың бір провинциясында беймәлім үлкен жылан тәрізді мақұлықты көрген адамдар оның айдаһар болуы мүмкін екенін айтқан. Бұл жай ғана аңыздар ма, әлде айдаһарлар шынымен біздің тарихымыздың бір бөлігі ме? Егер олар әлі күнге дейін бар болса, неге олар бізден жасырынып жүр? Сонда сұрақ, айдаһарлар расымен өмір сүрді ме, әлде бұл адам қиялының ойлап тапқаны ма? Ал сіз қалай ойлайсыз?